Тыңдарма балалар, математика сабағымызды бастаймыз. 325-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Есепте өрнектерді жауаптарымен сәйкестендірсең, шығармалардың авторларын білетін боласың. Және сен бұл авторлардың шығармаларын оқыдың ба? Бізге ақын әдебиеттанушы, аудармашы, балалар жазушы Мұзаппар Әлімбаев және ақын аудармашы, балалар жазушысы Ермек Өтетілеуовтың суреті берілген. Мына осы өрнектерді шығару арқылы қай ақын жазушының шығармалары екенін табамыз. 458 көбейтілген 2 теңдігі 916. 513 қосылған 403 теңдігі 916. 1000 азайту 84 тең 916. Яғни 916 өрнектің мәні бұл Ермек Өтетілеуұлы жазушы және оның шығармалары Баластан, Айбат Әліпе, жануарлар спортшылары. 522 азайту 395 127. 229 азайту 102 тең 127. 381 бөлу 3 тең 127. 127 өрнегінің мәні, яғни суреттегі Мұзаппар Әлімбаев. Шығармалары құстардың тойында, біліп қой балақай, тылсым жұмбақ шешіп көр. Бізге екінші тапсырмада өрнектер бойынша есеп құрастыр дейді. А өрнегінде 15 көбейтілген 3 қосылған 23 көбейтілген 4. Әсінде 458 қосу 362 қосу 23. Бысында 1000 азайту 15 көбейтілген 5. В-да 191 көбейту 5 азайту 23 көбейту 6 дейді. Енді осы өрнектер бойынша есептер құрастырайық. А бағандағы өшіргіш 15 теңгеден 3 дана. Қалам 23 теңгеден 4 дана. Яғни жалпы барлығына қанша теңге төленгені белгісіз. 15-ті 3-ке көбейтеміз. 45. 23-ті 4-ке көбейтеміз. Және де осы жердегі бір-біріне шыққан сандарды қосамыз. 137 теңге. Сонда өшіргіш пен қаламға барлығына 137 теңге төленді. Енді басына есеп құрастырып көрейік. Болды 1000 теңге. Сатып алынды 15 теңгеден 5 дәптер дейік. Қанша теңге қалғаны белгісіз. Енді бұл жерде 15 пен 5-ті көбейтеміз 75. 1000-нан 75-ті азайтамыз 925 теңге. Сонда жауабы 925 теңге қалды. Енді әсіне, бысына балалар өзіміз осылай есептер құрастырып көрейік. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Бізге өрнектерді құрастыр және жаз. Олардың мәнін тап дейді. Асында 202 және 4 сандарының көбейтіндісін 2 есе кеміт дейді. 202 көбейтілген 4 бөлінген 2. 202-ні 4-ке көбейтеміз 808. 808-ді 2-ке бөлеміз 404. 210 және 540 сандарының қосындысына 160 және 2 сандарының бөліндісін қос деді. 210 қосылған 540 қосылған 160 бөлу 2. 210-ға 540-ті қосамыз 750, 160-ты 2-ке бөлеміз 80. 750-ге 80-ді қосқанда 830. Басында 770 және 10 сандарының бөлінісін 7-ге кеміт дейді. 770 бөлу 10 азайтылған 7. 770-ті 10-ға бөлеміз 77. 77-ден 7-ні азайтамыз. 77-ден 10-ды азайтамыз 70. Кешіресіздер, мына жерде 7 деп жазылып кетті, 10 болады. 500 және 65 сандарының айырмасын 5 есе кеміт. Ол үшін жақша ішінде 500 азайту 65, жақша жабылған бөлу 5 дейміз. 5 есе кеміт дейді. 500-ден 65-ті азайтамыз 435. 435-ті 5-ке бөлеміз 87. 345 және 375 сандарының қосындысынан 125-ті азайт. 345 қосылған 325 азайту 125. 345-ке 325-ті қосамыз 670, азайтамыз 125-ті тең 545. Екінші тапсырмада есепті шығар дейді. Астында дүкенде аудиокітаптар жазылған 90 диск пен балалар әндері жазылған 65 диск 5 сөреге тең бөлініп қойылды.
Әр сөреге неше дискіден қойылды дейді. Аудио кітап 90 диск шартын құрамыз. Және де балалар әндері 65 диск тең бөліп қойылды 5 сөреге. Әр сөреге қанша диск белгісіз. Ол үшін 90-ға 65-ті қосамыз, 155 болады. 155-ті 5-ке бөлеміз. Тең де 5 сөреге бөлінді дейді. Сонда әр сөреге 31 дискіден қойылған. Әсінде дүкенде 3 сөренің әрқайсына балалар фильмдері жазылған. 16 диск және 3 сөренің әрқайсына аудиокітаптар жазылған 14 диск қойылды. Сөрелерде барлық қанша диск бар дейді. Балалар фильмдері 16 дисктен 3 сөре, аудиокітап 14 дискіден 3 сөре. Барлығы қанша диск екен белгісіз. 16-ға 3-ті көбейтеміз, 48 болады. 14-ке 3-ті көбейтеміз, 42. 48 мен 42-ні қосамыз, 90. Сонда сөрелерде барлығы 90 диск болды. Жаңаға А есебіне кері есеп. 5-ші тапсырмаға қараймыз. Есепте дейді. Жақша ашылған 501 азайтылған 73 тең 2. Теңдігі 214-ке тең. Жақша ашылған 442 азайту 352 көбейтеміз 2-ге. 442-ден 352-ні азайтқан кезде 90 болады. 90-ды 2-ге көбейтеміз 180 болады. Жақша ашылған 457 қосу 129 бөлеміз 2-ге. 457-ні 129-ға қосқанда 586, 586-ға бөлгенде 293. 134 көбейтілген 3 402. Жақшаның ішіне 474 бөлінген 6. 474-ті 6-ға бөлгенде 79 болады. 402-ге 479-ді қосқанда 481. Жақша ашылған 58 қосылған 208. 266 болады. 266-ны 3-ке көбейтеміз 383. Екінші тапсырмаға қараймыз. Бізге фигура берілген. Фигураның боялған бөлігінің ауданын тап дейді. Бірінші асында тік төртбұрыш берілген және де тең жартысы 2-ге бөлінген. Бір бөлігі боялған, бір бөлігі боялмаған. Енді бізге фигураның боялған бөлігін тап дейді. Ауданын табу үшін S тең 9 сантиметр, ұзындығы ені 6 сантиметр. 9 сантиметрге 6 сантиметрді көбейтеміз. Сонда ауданы 54 сантиметр квадратқа тең. Енді жартысын табу үшін 54-ті 2-ке бөлеміз. 27 сантиметр квадрат. Сонда фигураның боялған бөлігі 27 сантиметр квадратқа тең. Екіншісі әсінде бізге шаршы берілген. Шаршының қабырғалары 6 сантиметрге тең. Яғни қабырғалардың ұзындығы 6 сантиметр. Ауданын табу үшін S тең 6 сантиметрге 6 сантиметрді көбейтеміз. S тең 36 сантиметр. Бұл жалпы ауданы 36 сантиметрге тең. Енді боялған бөлігін ауданын табу үшін 36 сантиметр квадратты 2-ке бөлеміз. Сонда 18 сантиметр квадрат болады. Шаршының боялған бөлігінің ауданы 18 сантиметр квадратқа тең. Екінші есепке қараймыз. Есепті шығар дейді. Есептің сұрағына жауап беру үшін саған қандай деректер қажет екенін анықта. Балабақшаға сыйлау үшін әр топқа 5 ертегі, 7 жануарлар туралы кітап және 20 бетбелгі сатып алынды. Егер сыйлық 9 топқа жасалған болса, барлығы қанша сыйлық сатып алынды дейді. Енді есептің шартын құрамыз. Әр топқа 5 ертегі кітап және 7 жануарлар кітабы 20 бетбелгі сатып алынған. 9 топқа жасалды. Жасалынды 9 топқа. Барлығы қанша сыйлық сатып алынғаны белгісіз. Енді шешуін табамыз. Яғни әр топқа 5 ертегі, 7 жануарлар туралы кітап және 20 бетбелгі сатып алынған болса, 5-ке 7-ні қосамыз 12, 12-ге 20-ны қосамыз. 32 болады. Енді оны 9-ға көбейтеміз.
288. Сонда барлығы 288 сыйлық сатып алынды. 8-ші тапсырмаға қараймыз. Бізге кесте берілген, кесте бойынша есеп құрастырып және оны шығар дейді. Кестеде мына қуыршақ және мәшіне берілген. Қуыршақтың бағасы 42 теңге, қанша дана екен белгісіз, құны 84 теңге. Мәшіне 29 теңге, саны белгісіз, құны 87 теңге. Яғни санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. Енді есептің шартын құрайық. Қуыршақ 42 теңгеден белгісіз қанша дана екені, мәшіне 29 теңгеден белгісіз қанша дана. Қуыршақтың бағасы құны 84 теңге, мәшіненікі 87 теңге. Енді қуыршақтың санын тауып көрейік. 84, яғни құнын бағасына бөлеміз. 84-ті 4-ке бөлеміз 2. Сонда қуыршақ 2 дана, мәшіне 87-ні 29-ға бөлеміз 3 дана. Сонда қуыршақ 2 дана, мәшіне 3 дана қосамыз 5. Сонда жауабы барлығы 5 дана сатып алынды. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.